Жақсы, келесі сұрақ, неге затты дейміз ба, жалпы сізден алу керек, тағамдарды дейміз ба, неге сізден алу керек, сізде қандай да бір ерекшелік бар ма? Мысалы бізде торт жасайтындар болсын, аспаздық болсын, бізде өте көп кәдімгі бәсекелестік, жоғары қай жаққа барсаңыз да тағам жағында енді бәсекелестік болады. Сіздің артықшылығыңыз қандай, қалай бәсекелестікте алып жүре аласыз? Енді әрбір тапсырушы өзінің ұнаған жеріне алғысы келеді ғой, кез келген адам ұнаған жерінен, ұнаған дүкеннен алады затын. Бұнда да сондай да, ұнаған өзінің жерінен алғысы келеді. Барынша свежелай, тұрып қалмаған деген сияқты, витринада тұрып қалмаған деген сияқты болады, свежелай, солай ұнайтын сияқты. Сіздегі артықшылық ол тағамдар сізде балғын күйде болады, иә?